Құрметті көрермендер, Рауан хабардың бүгінгі қонағы әнші Самғау тобының белді мүшесі Айдын Алдырхан. Айдын мырза, Рауан хабарына қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Айдын мырза, енді сізге қоятын алғашқы сауалымыз жалпы өзіңіздің шығармашылық жолға келуіңізге тоқталып өтсеңіз. Шығармашылық жолға келуім жалпы өзімнің ата-анам, туған туысқандарым барлығы шығармашылыққа жақын болды да. Келей солардың ықпалымен келдім десем болады да. Өнерге жақын болғаннан кейін мен де өнерге тартылып, сондай жақын болдым. Самғау тобы қалай, қашан құрылды? Самғау тобы 2009 жылы 29 қарашада құрылған. Өзімнің жанында Олжас Нұрғалиев деген беделді бауырымыз, азамат бар. Ол екеуміз отан алдындағы борышымызды бірге атқарғанбыз. 29-да 943 деген әскери бөлімде отан алдындағы қызметімізді өткерген кезде сол жерде бұрында танитұғым, ән айтып жүретін, содан кейін сол жерде басымыз қосып, даусымыздан бір үйлесім болғаннан кейін дуэт қояйық деп келісім құрдық та. Ол кезде 2006 жылдары Самғау емес, жай ғана айтып, конкурстарға барып, осы шығыстың барлық аймағын, жаңағы Талдықорғанға дейін Қазақстан талай жерлеріне бардық. Кейіннен кеп, сол жаңа 2009-да кеп бір жиында кездесіп, сол жерде осындай бір атаумен топ құрылды да. Күтпеген жерде. Не себепті Самғау? Самғау деген жақсы сөз ғой қазақтың. Сол бір самғап, биіктен шарықтау, биікке жетейік, бір армандаған арманымызға жетейік деген ой болды. Репертуарларыңызда қандай әндер? Репертуарымызда көп әндер, алуан түрлі десек болады. Жастар талабына көбінесе өзіміздің ата-анамыз, апа, әжеміз тыңдайтын әндер бар. Жалпы талғам сұранысқа байланысты. Сол соңғы кезде жастардың талабына әндер жаздырып жатырмыз. Қазіргі кездегі шығармашылықтарыңызда қандай жаңалық бар? Болашақта не күтуіміз керек? Шығармашылығымыз үйлі баранды болып біраз бәсеңдегеніміз болмаса, енді қолымыз қалдық. Альбом шығарсақ деген ойымыз бар. Қазіргі таңда бір 19-20 өзіміздің жеке өңдеуіміздегі әндеріміз бар. Бір бейне баянымыз бар, тағы да бір-екі бейне баян түсірсек деген ойымыз бар. Сонымен қатар көптеген әндер жасалуда. Жалпы қазіргі кезде қандай композиторлармен, қандай ақындармен жиірек жұмыс істейсіздер? Ақын бауырларымыз көп, інілеріміз. Сонымен қатар Мұратбек Тұрсын деген ағамызбен осы шығыстың Марқакөлдің тумасы сол ағамызбен тікелей көбінесе сол кісінің әндерін жаздырып, өңдеп, сонымен жұмыс жасаймыз. Енді Айдын мырза, жалпы өзіңіздің ойыңызша шығармашылықта, сазгерлік жолда, әншілік жолда жетістікке жету үшін әншінің бойында қандай қасиеттер болу керек? Талант болу керек, сонымен қатар таныс тамыр, еңбек, тек қана еңбек сол кезде ғана жетістікке жетеді деп ойлаймын. Енді Рауан хабарының бүгінгі өзіңіздің әңгімеміздің шымылдығын бір кереметтей ән жапсын. Өздеріңіздің шығармашылығыңызда қандай әнді тыңдап көрермендерге ұсынатын боламыз? Жастардың қазір барлығы демалыста, жастардың сұрауы бойынша Биле деген әнді тарту етейік. Ендеше құрметті телекөрермендер, қазір Айдын мырза мен Олжас мырзаның дуэтіндегі Самғау тобының кереметті Биле деген әнін бірге тамашалайтын боламыз. Арнамыздан алса болыңыздар. Sen
жандары